Армысыз құрметті көрермен, Хабар 24 арнасының эфирінде бастау керек бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Арайызбай. Бағдарламамыздың бүгінгі саны мемлекеттік рәміздер күні мерекесіне арналады. Өйткені Қазақстан Республикасының ұлттық рәміздеріне тұп-тура 25 жыл толып отыр. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Әңгімемізді бастамас бұрын ең әуелді біздің көрермендеріміз жолдаған бейне сауалды тамашалап алсақ. Сәлеметсіздер ме, құрметті спикерлер? Мен жеке кәсіпкермін. Экспо халықаралық көрмесі қарсаңында кәдесый жасаумен алысқым келеді. Қояйын деген сауалым, мемлекеттік рәміздер бейнеленген кәдесый жасау үшін арнайы рұқсат алу қажет пе? Түсінікті. Өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі жастарымыздың талпынысына қарап амалсыз риза боласың. Шын мәнінде де дәл қазір біздің білімше мемлекеттік рәміздер бейнеленген кәдесыйлардың басым бөлігін көрші Қытай жасайды екен. Пайдасында сол ел көреді сәйкесінше. Алдымызда экспо келе жатыр, 5 миллионнан астам қонақ елге келмек. Осы орайда кәсіпкеріміздің ойынша әрбір қонақ осы елімізге келген саяхатынан кем дегенде бір бұйым алып кетеді екен. Бір қуантары, бұл жігіт мемлекеттік рәміздерімізді түп нұсқада бейнелеп, Қытай сияқты ойына келгенін жасайтындарды нарықтан ығыстырмақшы екен. Жалпы алғанда бір кәдесыйдің орташа бағасы 300 теңге болса, 1,5 миллиард көлемінде қаражатты елде қалдыруға мүмкіндік бар. Осы орайда спорт және мәдениет министрлігінің өкіліне алғашқы сұрағымды жолдағым келіп отыр, Ғалымжан мырза, өзіңізге. Жалпы Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер туралы заңына сәйкес мемлекеттік рәміздерді кім және қалай пайдалана алады? Осы рәміздерді тауар өндіруде пайдаланатын жалпы кәсіпкерлер арасында авторлық құқық реттеле ме? Енді Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері ол біздің ұлттық брендіміз. Әрине заңмен реттеледі. Кәдесый бола ма, әлде басқа да жаңағыдегі өзінің ой түкпіріндегі жаңағыдегі творчествосын, шығармашылығын сондай жаңағыдегі бұйымдарға енгізгісі келсе, ол әрине біз құптарлық жай. Өйткені біздің мемлекеттік рәміздерімізді былайша айтқан кезде насихаттауға атсалысып жатыр деген сөз. Бұл айта кетерім, бұл жерде енді қазіргі таңда мемлекеттік рәміздерді шығаратын жаңағы кәсіпорындар лицензиядан өтуі тиіс. Ал бірақ та жаңағыдай мемлекеттік рәміздер бейнеленген материалдық объектілерге өкінішке орай лицензияға олар жатпайды. Сол себепті бұл жаңағы кәдесыйдың барлығы сол материалдық объект болып саналады ғой. Сол үшін бұл сала лицензияға жатпайды. Бірақ та материалдық объектілерге қолданылған еліміздің мемлекеттік туы болсын, мемлекеттік елтаңбасы болсын, бұл Қазақстан Республикасының стандарттарына сай болуы керек. Егер стандартқа сәйкес емес өнімдер жаңағы шығарылған жағдайда арнайы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде әкімшілік жаза қарастырылған. Бұл стандарттарды өндіруші жалпы қайдан білуіне болады? Бұл стандарт жаңағы Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты деген жаңағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны бар. Біздің министрлікке қарайтын. Сол жаңағы институттың сайтында кез келгенге онлайн түрде қолжетімді. Түсінікті. Енді осы орайда өзіңіз айтып өткен мекемелерге біздің арнайы тілшіміз барып қайтқан болатын. Осы бір үрдіспен танысты, лицензия алу үрдісі, одан кейін өзінің жаңағындай кәсіпкерлігін бастау бойынша азғантай бейне материал дайындаған екен. Ендеше экранға назар аударып көрейік. Егер сіз өндірісіңізде мемлекеттік рәміздерді пайдаланғыңыз келсе, бұл ретте ескеретін екі жайт бар. Біріншісі, мемлекеттік рәміздердің өздерін пайдалану. Бұл жағдайда сізге мемлекет тарапынан арнайы лицензия қажет болады. Ал егерде кәдесый немесе басқа да өнім беттерінде мемлекеттік рәміздердің кескінін суреттегіңіз келсе, онда ешқандай лицензияның қажеті жоқ. Тек техникалық стандарттарды сақтасаңыз болғаны. Мысалы, тудың ұзындығы мен енінің қатынасы 2:1, ал күн сәулесінің саны 32. Толығырақ нұсқауларды ғаламтор парақшаларынан алсаңыздар болады. Елтаңбаңыздың авторы Жандарбек Мәлібеков. Жандарбек Мәлібекұлы, студиямызға тағы да қош келдіңіздер. Енді елтаңбаның бүгінгі нұсқасы қалай бекітілді? Және де оның авторлық құқы кімге тиесілі? Бұның авторы мен ғой авторын жасағым. Әрине. Жаңа стандарттың үлгісінде жасаған мен. Ол кімге беріледі авторлығы? Мысалы, лицензиясы бар заводты шығаратынға беріле ме? Жаңағы мен сызып берген материалды қолданған үшін маған беру керек па? Бұлайша қарағанда 92-ші қабылдаған кезде жалпы мемлекеттік
рәміздерге ешқандай авторлық права берілгенмен авторлық анау не берілмейді, гонорар деген сияқты нәрсе берілмейді. Ал бірақ бұл біз елтаңыз стандартымызын жасап отырмыз ғой. Соның ішінде қайда анау не дейді әлгі интеллектуальный собственность деген бар жаңағы. Сол қайда жатыр? Кімнің қолында жүр ол? Өте дұрыс сауал қойып отыр. Өйткені бұл мәселе шын мәнінде мынаны сызып бәрін жасап 7 жыл жасайсың. Оны барып штамповать шығарған адам алады. А мына 7 жасаған адам оны алмайды. А бұның қандай заң түрінде де басқа түрде әділеттігі бар. Сондықтан бұл мәселе шын мәнінде көтергені өте дұрыс деп ойлаймын. Ғалымжан мырза, келесі сұрақ өзіңізге. Жалпы өзге ел тұрмақ, өз елімізде ұлттық рәміздер көп қорғалып жатады. Осы орайда, мәселен, араб елдерінде жүріп, олардың ұлттық рәміздері туралы жаман айтып былай тұрсын, ол туралы ойлануға ешкім де бармайды. Неге? Өйткені заң қатал. Ал бізде мемлекеттік рәміздерді дұрыс бейнелемеген, қолдан жасаған және мазақ қылған азаматтарға қандай шаралар қолданылады? Бізде де заң осал деп айтуға келмейді, өйткені сіздің ойыңызды түсініп отырмын. Әлеуметтік желілерде, телеэфирлерде осы мемлекеттік рәміздің бір белгісі біздің туымызды қорлаған сюжеттер өтті. Тумен күл-қоқыс тасыған, оның барлығына тиісті шаралар қолданылады. Әрқайсысы ол тиісті жазасын алады. Ол мысалы үшін мемлекеттік туды қорлаған азаматтарға 200 айлық есептік көрсеткіш, егерде қайталанса 400-ге дейін көтеріледі. Ол бір. Ал мемлекеттік мекемелердің лауазымды тұлғаларына қажет десеңіз 2000 айлық көрсеткіш есебіне дейін айыппұл салынады. Ал ол аз десеңіз 2 жыл бас бостандығынан айырылатын да кезеңдер бар бізде. Жауаптарыңызға рахмет. Тағы да мынадай бір ой келіп тұр. Неге біз осы ұлттық рәміздерді танытуда бірегей жүйе қолданбаймыз? Бір емес бірнеше мысал келтіргім келіп отыр. 20 ғасырдың орта тұсы. ақш ғарыш бәйгесінде кеңес одағынан қалып қалған кез. Біреулер біледі, біреулер білмейді. Сол кезде ақш билігі үлкен жиын өткізіп, өзге салада қарсыластарына жол бермеуге уағдаласады. Қалайда ел атын шығару мақсатында осы кино саласына ерекше көңіл түседі ақшта. Мемлекет тарапынан қаржыландырудың арқасында Голливуд құрылады. Голливуд құрылып, шығарылатын туындылардың барлығына бір ғана талап қойылады. Бұл талап қарапайым, бұл талап бойынша әрбір шығарылған кино болсын, мультфильм болсын, телехикая, деректі фильмде Америка Құрама Штаттарының рәміздері, яғни туы мен елтаңбасы көрсетіліп, әнұраны шырқалу керек екен. Осының арқасында ақшта бүкіл әлем таныды, ал қазір керісінше Голливуд ел экономикасына миллиардтаған доллар көлемінде пайда әкеліп отыр. Ал аспан асты елінің азаматтары ресми сапармен шетелге шыққан кезде өзінің ұлы елдің өкілімін деп таныстырады екен. Түркияның әрбір үйінде іште де сыртта да қып-қызыл болып ту ілініп тұрады. Осы орайда ал қазақ жерінде елордамыз Астанада біреу көк туымызды балконына іліп қойса, шу шығарамыз. Қамаймыз, айыппұл саламыз. Жандос Құрманбаевтың ісі естеріңізде болар. Өте дұрыс айтатыны, өте қосыламын, өйткендегі біз елбасымыз айтып отыр ғой, рухани жаңғыру. Рухани жаңғыру деген осы бағдарларын пайдалана отырып, мен мысалы осы тудың, әнұранның, немесе елтаңбаның мысалы басқа бір жолдары бар, анимационный, немесе мультфильмдерде, жастардан, жастар тәрбиелейтіндей соларға арналған программалар жасап. Мені пайдалана отырып, Қазақстан халқын осы 25 жылдық рәміздер мерейтойына құттықтаймын. Халқымыз, еліміз, жеріміз аман есен болсын. Көп рахмет. Осындай бір жақсы көңіл күймен, жақсы түймен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бізге берілген аз ғана уақыт ішінде біз барлық көкейкесті сұрақтарға жауап алдық деп сенемін. Ал қадірменді көрермен, бизнес саласында шешімін таппай жүрген сұрақтарыңыз болса, немесе мемлекеттен қолдау іздеп жүрсеңіз, бізге хабарласыңыздар, барлық сауалдарыңызды біздің электрондық поштамызға жолдасаңыздар болады. Келесі аптада қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.